сіздермен бірге сұмдық фильм арнасы және бүгін мен коллекционер 2 фильміне қазақ тілінің негізінде обзор жасайтын боламын. Кино басталысымен Елена деген қыз ұйықтап жатқан әкесіне ескертпестен және теледидарда айтып жатқан қалада маньяк жүр деген хабарламаға мән берместен достарымен бірге түнгі клубқа кетіп қалды. Маньяктың тұзағына дәл келген аңғармаған жастар көңіл көтеріп жатқан болатын. Елена жігітінің басқа қызбен сүйісіп тұрғанын көріп, оның бетінен ұрып ашуланып оңаша кетіп қалды. Ол бір бөлмеге кіріп келгенде біртүрлі қызыл сандықты көріп, ішін ашып еді, ішінен бізге таныс Аркин шыға келіп оны құтқарып қалды. Сөйтсе маньяк сандықты ашқан адамға тұзақ құрып қойыпты. Онымен қоса сандық ашылысымен ең баста тұзақ іске қосылып, билеп жатқан жастардың үстінен үлкен комбайн тәрізді кескіш темір түсіп келе жатты. Бұны тек бір жігіт байқап қалып жатып үлгерді, ал тұрып тұрғандар аяусыз өліп түсті. Бұл уақытта Аркин қыздан көмек сұрап еді, Елена оның қан түрінен қорқып қашып кетті. Ол браслетін түсіріп алғанда Аркин сол арқылы өзінің байлауын шешіп алды. Елена бөлмеден шыққанда дауысты естіп жүгірген адамдар тағы да тұзаққа тап болып бірінің басын шауып түсті. Астында адамдар тұзаққа түсіп қоршалып қалды және олардың төбесінен темір түсіп келе жатты. Әрине қиын жағдай және адамдар дұрыс емес әрекет жасады. Бәрі қолдарымен тосудың орнына жатқан күйде аяқтарын тіреу керек еді, себебі адамның қолының күшінен гөрі аяқ пен жамбастың күші әлдеқайда көп. Және бұл жақта 20 шақты адам болған ескерсек, олардың құтылуға мүмкіндіктері болар еді. Елена достарының қалай азапталып өлгенін қарап тұрғанда, осы оқиғаға кінәлі маньякты көріп қалып, қаша жөнелді. Аркин қашудың жолын жасап терезеден ағаштарды алып жатыр еді. Еленаны көріп абайла дегенше оны коллекционер ұстап алды. Аркин өліп қалған жігітті қолданып, терезеден секіріп машинаға құлады. Қолын сындырып алса да қашып үлгерді. Негізінде бұндай секіру қауіпсіз емес. Аркин бірінші мәйітті лақтырып, сосын өзі секіру керек еді. Себебі бірге секіру барысында оның қолы мәйітті құшақтап тұрғандықтан басы қорғаусыз қалады. Аркин ауруханаға түскенде полицияда келіп жетті. Есін жиғанда жағдайын білуге келген әйелі мен коллекционердің хатын байқады. Аркин әлі де маньяктан құтылмағанын түсінді. Сол түні оған Лучиола деген адам жолықты. Ол өзін коллекционер алып кеткен Елена деген қыздың оққағарымын деп таныстырды. Сөйтсе Елена өте бай адамның қызы болып шықты және оның әкесі қызын құтқару үшін бір топ қарулы адамдарды жіберіпті. Бірақ оларға маньяк жайлы және қыздың қайда екенін білетін адам керек болып, олар Аркинді өздеріне тартпақшы болды. Әрине, Аркин үшін үлкен мүмкіндік, себебі ол отбасына және өзіне қауіп төндірген маньякты қарулы топты бастап барып құрта алады. Бірақ оның тұзақтарын еске алар болсақ, жарақатынан толық айықпаған Аркин мүлдем онымен қайта жолыққысы келмеді. Ол кезде Елена есін жиса сандық ішінде екен. Қолмен сандықты тесіп қараса, маньяк бір адамға укол салып, артынша тілін кесіп ары алып кеткенін көрді. Елена өзінің лифчигі арқылы сандықты ашып шығып, сыртқа шықты. Жанында тұрған сандықты ашса, ішіне бір жігіттің өліп жатқанын және столда денесі кескіленген адамды көрді. Еленаның қателігі, ол сандықты ашық қалдырды. Негізінде шыққаннан кейін артын жауып жүру керек еді. Сол тұста камерадан бөтен адамдардың келе жатқанын көрген коллекционердің назары сонда ауды. Шамасы бұл қарулы топ тек атуды ғана білетін сияқты. Олар Аркинді күштеп алып келді. Онымен қоса бұл коллекционердің үйіне кіргенде төбеде тұрған камераны сындырып, өздерін жасырмай, олар үлкен қателік жасады. Елена құлыптаулы есікке тап болып, жан-жағына қарап вентиляциялық жолды көріп, пышақ арқылы ашып ішке кірді. Жендеттер көптеген укол мен клеткаларды көрді. Сол уақытта сыртта қалған бір жендетті коллекционер пышақтап өлтірді. Аркинге де маска киген бір адам шабуыл жасағанда басқалары атып тастады. Сонда адамдар коллекционер адамдарды ұрлап қана емес, олардың тілін кесіп тастап уколдап мәңгүрт жасайтынын түсінді. Артынша барлық мәңгүрттер шабуылға шыққанда жендеттер атып тастап басқа бөлмеге кіріп кетті. Жендеттер сейіт ұстамайтындығын аңғарды. Бұл қосымша күштерді көмекке шақыра алмайсың деген сөз. Елена бір бөлмеге кіргенде косметика және сәнді сандықты көрді. Ішін ашқанда біртүрлі қыз шықты. Ол Еленаға күдіктеніп сене қоймады. Жендеттер тағы бір бөлмеге кіргенде көптеген ашық қалған сандықтар мен қан іздерін көрді. Кенеттен жартылай жалаңаш бір жігіт шығып, мен коллекцияларды жинап үлгере алмадым дегенде басы жарылып кетті. Бұл көріністен кейін жоғарыдан ұзын темір түсіп бір жендеттің көзін жойды. Аркин бұл жағдайларды пайдаланып қашып кетті, себебі жендеттер үйге Аркиннің еркінен тыс кіргізген болатын.
Еленаны бағанағы қыз тоқтатып тұзаққа түсуден қорғап қалды. Әңгіме барысында Елена қыздың коллекционерге ұнайтындығын естіп қалды. Сол сәтте оның есту аппараты шыңылдап кеткенде, қыз бұл коллекционердің сынағы деп ойлап қалып айғайлап Еленаға шапалақ жіберді. Айғайды естіп коллекционер де келіп жетті. Елена тез арада қашып кетіп, жоғарыдағы темірге жасырынып қалды. Маньяк та үстіге шыққанда ол қашып үлгерді. Аркин енді маньяктан ғана емес, жендеттерден де жасырынып жүрді. Сөйтіп жүріп ол төменге құлап кеткенде көптеген өлікселер мен бензинді көрді. Бірақ дауыстарды естіп қорқып қайта көтеріліп кетті. Келесі бөлмеде ол көптеген жәндіктердің бальзамдалған түрлерін көрді. Ары қарай жүре отырып ол стенаға ілініп тұрған бір әйелді де көрді. Ол Аркинге көмектесе бергенде маньяк та кіріп келгендіктен Аркин жасырынып қалуға мәжбүр болды. Маньяк та үніңді өшір дегендей әйелдің мойнын кесіп жіберді. Маньяк кеткенде Аркин бір темір арқылы есікті ашып арғы бөлмеге өтіп кетті. Бұл уақытта Елена есту аппаратын аюларға арналған тұзаққа түсіріп алды. Ол әрең дегенде алып үлгерді. Келе жатқан Аркинді жендеттер ұрып құлатты. Оларды аңдып тұрған маньяк біреуін ілгішпен тартып өлтіріп, тағы жіпке байланған біреуін көрші бөлмеге итеріп жіберіп, өзі жасырынып қалды. Бір кезде бағанағы қыз қайта шығып, мені жіберіңдер, Еленаның қайда екенін көрсетемін деді. Олар манекені бар бөлмеге кіргенде бұл тұзақ болып жарыла бастады, бірақ жендет қашып үлгерді. Аркин айнада тұрған проводты байқап айнаны сындырғанда қауіпсіз бір аймаққа өтті. Елена тұтқындағы жендетті босатқанда оған басқалар да келіп жетті. Олар бөлмедегі тесіктен үйсіз адамдардың отқа жылынып тұрғанын көрді. Елена қанша айғайласа да олар ести қоймады. Сонда Аркин жендеттің тапаншасын алып біреусінің аяғына атты. Көп ұзамай полицияда жеткенде Аркин оларды шақыру үшін тағы да атып жіберді. Маньяк ашуланып бәрінің көзін құртпақшы болды. Қыз есікті құлыптап камераға мұнда кел деп маньякты шақырды. Жендет ашуланып тұмсықтан ұрғанда аяғы тұзаққа түсіп, жаншылған темірге мыжылып өлді. Маньяк есікті теуіп кіріп иттерін жіберген күйде бұларға оқ жаудырды. Сосын Еленаны өзімен бірге жұлып кетті. Жендеттердің бірі тұзаққа түсіп қалып, маған уақыт құртпай Еленаны құтқарыңдар деп айтты. Олар кеткенде жендет өліп қалған итті қолданып өзін босатып алуға кірісті. Қалғандары Еленаны тапқанда темір торға жабылып қалды. Маньяк бензинді көрсетіп өрт қойды. Олар пышақты салып көріп еді, еш нәрсе шықпады. Сонда Аркин қолын тағы да сындырып сол арқылы ашты. Олар бостандыққа шыққанда маньяк жендет қызды өлтіріп, Еленаны нокаутқа жіберді. Аркинді енді өлтіре бермекші болғанда бағанаға қалып кеткен жендет шығып, оны алдаусыратып өзі де өлді. Сол уақытта Аркин есін жинап, маньяктың аяғына пышақ қадап алды. Сосын оны мәйіттер жатқан бөлмеге лақтырып өртеп жіберді. Бірақ өзі де оттың ортасында қалғанда Елена аквариумды сындырып құтқарып алды. Сонымен екеуі де құтылып шыққан соң Аркин төңіректі тінтіп шығып еді, коллекционердің тек маскасын көріп таңғалды. Бірақ Аркин маньяктың қайда жасырынғанын тауып алып, артынан шығып сені жайдан жай өлтіре салмаймын деп сандыққа қамап тастап кек алды.